Joe and the Juice'дегі тунец сэндвичі TikTok'та жарды, ал Forbes бұл брендке болашақ Starbucks деп баға берді. Сэндвич пен кофе желісі неге осыншама үлкен ажиотаж тудырды? Қазір айтып беремін. Негізін қалаушы Каспер Бассе Данияның ұлттық карате құрамасында болған. ақш-тағы жарыстан оралған соң, ол Starbucks форматына қатты шабыттанады. Алайда америкалық ал кофе желісі сол уақыттың тренді жаңа сығылған жеміс шырындарын сатпайтынын байқайды. Осылайша 2002 жылы Копенгагеннің орталығында алғашқы кофе барын ашып, онда тек қана кофе емес, жаңа сығылған шырындар да сатады. Бренд атауы да осыдан шыққан. Joe Америкада кофенің бейресми атауы, ал Juice шырын деген мағына береді. Бастапқыда Каспер жалғыз өзі жұмыс істеп, кейде күніне 2-ақ сусын сататын. Алғашқы 2 жылда бизнес аса өспеді. Тек 2004 жылы командаға олардың тұрақты қонағы Филип Финстен келгенде жағдай өзгере бастады. Оның харизмасы мен энергиясының арқасында сауда 3 есе өсті. Сол кезде Каспер табыстың басты кілті персонал екенін түсінді. Ол харизмасы бар қызметкерлерді жалдап, оларға еркіндік бере бастады. Қызметкерлер кофейняларда музыканы өздері таңдайды, жарыстар ұйымдастырады, қонақтармен көп араласады және жалпы атмосфераны тірі әрі энергияға толы етеді. Компания тек соған қолайлы жағдай жасап, дамуға қолдау көрсетеді. Осылай брендтің ДНК-сы қалыптасты. Ол белсенді, ұйымшыл команда және жандандыратын атмосфера. Уақыт өте келе мәзір де біртіндеп көбейе бастайды. 2005 жылы сусындардан бөлек көкөніс, ветчина және тунец қосылған сэндвичтер мен тосттар қосылды. Айтпақшы, олар авокадо қосылған тосты алғашқы жасағандардың бірі болды. Негізгі қағида тек балғын өнімдерді пайдалану және тапсырысты клиенттің көз алдында дайындау. Joe and the Juice фастфудтың пайдалырақ альтернативасына айналды. Сусындарға әсеріне қарай атаулар берілді. Мысалы, стресс даун, стресс азайтуға және feel good иммунитетті көтеруге арналған. Ал инвестицияның арқасында 2015 жылы бренд бірден 5 елге, оның ішінде ақш, Франция және оңтүстік Кореяға шықты. Келесі жылы Uber мен Airbnb-ге инвестиция салған Нью-Йорктағы General Atlantic фонды Joe and the Juice'тің акцияларының бір бөлігін сатып алды. Бұл масштабты ұлғайтуды жылдамдатты. Бүгінде брендтің әлем бойынша 450 кофейнясы бар. 2022 жылдың қыркүйегінде әлеуметтік желілерде кофейняның дамуына үлкен серпін берді. Нью-Йорктағы футблогер Даниэл Мацона TikTokқа тунакада сэндвичін жеп көрген 2 видео жариялады. Бұл видеолар жалпы 4 миллионнан астам қаралым жинап, тарлақ нан, тунец мусы және песто соусы қолданушыларды баурап алды. Көпшілік дәл осындай видеолар түсіріп, кейін тунакаданың өз нұсқаларын дайындай бастады. Тунакада хэштегі 3 айдың ішінде 33 миллион қаралым жинады. Ал сэндвич әлі күнге дейін брендтің ең танымал өнімі болып отыр. Әлеуметтік желідегі табыстан кейін Joe and the Juice әлемдік селебритилермен жұмыс жасай бастады. Мысалы, 2024 жылы Пэрис Хилтонмен бірге Iconic Tonic шырыны шықты. Одан кейін Олимпиада чемпионы Кевин Дуранпен бірге The Steak Premium сэндвичі шықты. Қазір жеке даму туралы подкасттардың авторы Джей Шетти бренд сусындарын насихаттап жүр. Ал Новак Джокович жаһандық амбассадор атанды. Сіз Joe and the Juice'ті жеп көрдіңіз бе? Қазақстанда ашылғанын қалар ма едіңіз?